Егер де дайын болсақ, онда Диана Дуғыл шапалақпен отырады. Сәлеметсіздер ме бәріңе? Бүгінгі көп презентация даму туралы болған екен, мен соған қостағым келіп отыр. Студенттік өмірің әлі алда. Студенттік сана деген бір әдемі ұғым бар. Ол әрдайым үйренудің, өзіңді үйренушінің орнында ұстау. Менің адамның ең қауіпті қасиеті менмендік. Яғни мен бәрін білемін, маған ешкім ештеңе үйрете алмайды, себебі мен жетістікке жетіп қойғанмын деген ой. Ал студенттік сана деген ол керісінше мен мұнда келіп, мен мына адамнан, мына жерден не үйрене аламын, менің әлі үйренерім көп деген былайша айтқанда менталитет. 2 жыл бұрын мен студенттік өмірден босадым. Және сол кезде ойладым, шықтым ау студенттік өмірден, енді ешқашан студент болмаймын деп ойладым. Бірақ қайдам өміріңнің әрбір жаңа қадамы студент болуыңды талап етеді екен. Мысалға, оратор клубын алайық. Сіздер келіп отқан көпшілігі 30 бен 50 жас аралығында деп ойлаймын өзім. Сол 50 жас аралығында, мысалы, сіздердің өздеріңіздің отбасыларыңыз бар шығар, мүмкін мансабыңыз бар шығар, және сол мансапта 15-20 жылдық тәжірибеңіз бар шығар, және жетістіктеріңіз де көбірек шығар. Бірақ сол жетістіктерге қарамай, сол жетістіктер көп адамды мен жетістікке жеттім, енді демала берсем болады деген ой ұялатуы мүмкін. Ал студенттік сана деген, яғни сіздер келіп отырған, осында келіп отырған студенттік сана, ол мен тағы да үйренуім керек, тағы да жетістіктерге жетемін деген кішіпейілділікті білдіреді. Және сол үшін барлығыңды құрметтеймін. Солай айтқанда, адамды алға жетелейтін оның лауазымы емес, оның жасы емес, және оның тәжірибесі емес, адамды алға жетелейтін оның қайта студент болуына ұялмауы. Рахмет.